Саламатсыздар, құрметті телегөрермендер және еліміздің жалынды жастары. Эфирде көтеріңкі көңіл-күй мен қызықты ақпараттар сыйлайтын интеллектуалды тапқыр болсаң озып көр шоу бағдарламасы. Бүгінгі додамызға қатысқалы отырған топтармен таныс болайық. Мен оң жағында топ басшы, белгілі кинорежиссер Серік Таласов. Оның жанашыры айтыскер ақын, журналист Қажымұқан Абзалов. Олардың қарсыластары топ басшысы Нысана театрының актері Мәди Төреқұлов мырза. Және оның серіктесі, көмекшісі Ақиқат жастар пікірсайыс орталығының төрағасы Жансерік Жұмат. Адам баласы өмір бойы шашын қысқартпай өмір сүретін болса, шашының ұзындығы 725 шақырымға дейін жетеді екен. Ал әйгілі Эйфель мұнарасының төбесіне шығу үшін 1792 баспалдақты басып өту керек. Сіздерге бүгін ешқандай мұнараның басына шығудың қажеті жоқ болады. Сіздерге міндет қолға тек қана қойылатын сұрақтарға дұрыс жауап беру. Олай болса, бірінші кезең кім алғыр деп аталады? Бірінші кезең кім алғыр? Бұл кезеңде сайыскерлердің білімі сыналады. Барлығы 8 ұяшық беріледі. Әрбір ұяшықта белгілі бір сала немесе тақырып бойынша сауалдар жасырынады. Әрбір сауалдың 3 нұсқадағы жауабы қосыла беріледі. Білім мен логикаға салып, жауаптың дұрыс нұсқасын таңдау қажет. Әрбір дұрыс жауап 20 ұпаймен марапатталады. Онда ұяшықтарды атап өтуге рұқсат етіңіздер. Бізде бірінші ұяшық тәуелсіз Қазақстан, тарих тағылымы, рухани жаңғыру, спорт заңлақтары, өнер өлкесі, ең, оңтүстік ғажайыптары және әлемде талай қызық бар. Ендеше, рұқсат етсеңіздер, оң жақтағы қатысушы топқа сіздерге мүмкіндік берсем, ұяшықты таңдап, жасырынған сұрақты оңтүстік ғажайыптарынан бастайсыздар. Жақсы, өздеріңіз туған өлкеге жақындар дейсіз ғой. Оңтүстік ғажайыптары. Сұрақ. Шымкенттік шахматшылардың қайсысы алғаш болып халықаралық гроссмейстер атағын иеленді? Нұсқалар. Бірінші Гүлісхан Нақбаева, екінші Жансая Әбдімәлік, үшінші Гүлмира Дәулетова. Ең жас па, ең бірінші ма? Ең бірінші алғаш болып халықаралық гроссмейстер атағын иеленді дейді. Гүлісхан, Жансая, Гүлмира. Шыны керек біз шахматқа қандай Шымкенттің шахматшыларын онша танымайды екенбіз. Бірақ танитынымыз екінші нұсқа болып тұр, Жансая Әбдімәлік. Жансая Әбдімәлік. Танитынымыз да. Қалғанын білмейміз олар. Боксшы ма? Сол үшін бізде басқа нұсқа болмай тұр. Басқа нұсқа болмай тұр. Мен онда сіздердің екінші нұсқа Жансая Әбдімәлік қабыл алдым. Онда дұрыс жауап. Шахматтан еліміздің әйелдер құрамасы әлемде мықтылардың қатарында. Ұлттық команданың басым бөлігі шымкенттік шахматшылардан құралған екен. Мәселен, Гүлмира Дәулетова әйелдер арасында халықаралық шебер болса, Жансая Әбдімәлік ең жас гроссмейстер атанған. Ал Гүлісхан Нақбаева елімізде халықаралық гроссмейстер атағын тұңғыш иеленген шахматшы. Өкінішке орай дұрыс емес жауап бердіңіздер, сондықтан 20 ұпай берілмейді. Мәди. Кімге өкініш, кімге қуаныш десең? Сіздерге қуаныш болып тұр. Қуаныштарыңызды тағы да еселеулеріңізге әбден мүмкіндік. Біз таңдаймыз ба? Қайсысы ұяшық сіздерге жақын? Серік пен... Кеше біріншісін ең таңдаған едік. Содан таңдаймыз ба? Ең қиын сұраққа жауап берейік та біз онда. Ең. Олай болса сұрақ. Қазақтар түсірген ең алғашқы көркем фильм қалай аталады дейді. Бірінші нұсқа Қыз жібек, екінші Бандыны қуған Хамид, үшінші Амангелді. Қазақтар түсірген ең алғашқы көркем фильм қалай аталады дейді. Қыз жібек, Бандыны қуған Хамид, үшінші Амангелді. Қайсысы ал? Бұл сұрақ сіздің залыңызға жақын ол. Сіздерге түскенде осы дұрыс болар еді, Режиссерлар отырған. Ал. Тең болайық онда. Қатты қиналмаңыздар. Қыз жібек қай жыл түсірілген мысалға? Қыз жібек қателеспесем 1971-де түсірілді ол. Оған дейін бізде. Оған дейін Бандыны қуған Хамид бар еді.
Бағындың қуған Хамитке дейін аман келді бар ма еді? болуы мүмкін иә. Бақыт болды ғой деймін. Қайсысын таңдаймыз? Үшінші нұсқаны таңдай береміз ба? Сонымен жауаптарыңыз қай нұсқа болды? Қайсысына көздеріңіз түсіп 50-50 досына қоңырау шалу деген жоқ, а? ондай жоқ. Басқа бағдарлама Аман шатастырып келдіні қойдыңыз. көрейікші, не болса о болсын. Аман келді. Неге о болса, не болса о болсын дейсіз, неге ол вариант, неге ол нұсқа сізге жақын болып тұр? Себеп қыз жібек ең алғашқы фильм емес та. Иә, Енді ана екеуі бізге 50-50 болып тұр ғой. иә. Мадияған, Ергезек үшке дейін деп Үшінші аман келдіні нұсқа. таңдадық. иә, ергезек үшке дейін деді. Олай болса дұрыс жауап. Құлақ түріңіздер. Қазақ кино өнерінде алтын қорға енген көркем фильмдер жетерлік. Алайда солардың ең алғашқысы ретінде 1938 жылы экранға шыққан Амангелді көркем фильмі саналады. Дұрыс жауап бердіңіздер. 20 ұпай марапат, тамаша. Везет болды ғой. Иә, бұл жолы жолдары болды енді. Жолдары болды болғанда білдік қой просто. Ойлатып айттыңыз ба? Тамаша, олай болса кезек өздеріңізде. Яшықты таңдай қойыңыздар. Бізге алдыңғы жарыста өнер өлкесі тиімді болып еді. Осы жолды көреміз ау. Жақсы. Өнер өлкесі. Сұрақ. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева алғаш рет қай көркем фильмді ойнатты дейді? Бірінші нұсқа. Қош бол медеу, ән салшы Роза және Атамекен. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева алғаш рет қай көркем Бүгін сұрақтардың көбісі жаңа кино жайлау дей ме? солай түсіп қалып Сонда жатыр ғой. демек сонда бүгін режиссерлар ұту керек деген ба қалай болды ол кез? Шымкентский вариант болып жатыр ма? Біздің жауап дайын. Иә. Осы кино саласының маманы Серік Таласов жауап берді. Қош бол медеу болу керек. Қош бол медеу. Ішінде екі рөл бар. Яғни бірінші нұсқа. Бірінші нұсқа. Қабылдаймын ғой. Жақсы. Жауабы мынандай екен. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаеваның әншілікпен қатар актерлік қабілеті де бар. Ол алғаш рет 1981 жылы түсірілген Қош бол медеу фильмінде өзі егіздердің рөлін сәтті орындап шыққан екен. Тамаша, дұрыс жауап 20 ұпай. Есеп теңесті ма дейді? Жансерік? Бірдей маңызды енді. Енді біз нені таңдаймыз? Әлемде талай қызық бар таңдаймыз ба? Олай болса әлемде талай қызық бар. Сұрақ. Жаяу Мұса домбыра мен сырнайдан басқа тағы қандай аспапты жақсы меңгерген дейді? Бірінші скрипка, Жіберіңдер сұрақтар. екінші баян, үшінші барабан. Баян ау сол. Жаяу Мұса домбыра мен сырнайдан басқа тағы қандай аспапты жақсы меңгерген? Скрипка, баян, барабан. Өзіңіз Мәди, Жансерік, қайсыларыңыз осындай музыкалық аспаптардың Жалпы музыкалық аспаптың Ол негізі ешқайсысында өнер академиясында бір нәрседе оқыған ба? жоқ. Енді ол кезде Жаяу Мұсаның кезінде скрипка болды ғой, бірақ қазақ жерінде болмаған шығар скрипка. Болса да оны көп адам тарта бермеген шығар деймін да, былай. Арнайы скрипканы оқытатын бір үйірмелер, мектептер болмаған шығар деп ойлаймын. Жаяу Мұса жаяулап жүріп бар жерден бір үйреніп келмесе, олай қазақ жерінен ол кезде үйренуге мүмкіншілік болмаған шығар, барабан деген біраз жерді іздеп шықты ғой. Жалпы аспаптарға жоқ мен музыкалық аспаптар. Сонымен Домбыраны тыңдағанда ұнатамын. қандай жауапты таңдайсыздар? Қандай нұсқаны? баян болды ма ол кезде? Білмеймін. Жарты қой береміз. Не дейсіңдер ал? Баяғы шапалақтан басқа ештеңе істемейді. Қайсысын таңдаймыз? Нақты білмейді екен бұл сұрақтың жауабы. Енді білмеймін, бірақ ана скрипка мен барабаннан гөрі баянды не қыламыз ау деп қоямын. Келесі сұраққа өтіп кетсек бола ма? Уақыт болды ау. Ойын жарды бұзуға болмайды. Мәди, сонымен уақыт Не болса болсын баян деп. баян, екінші нұсқа. Қабыл алдым. Ендеше дұрыс жауап мынада екен.
Қазақтан шыққан әйгілі әнші, сазгер Жаяу Мұса музыканы жанындай сүйген тұлғалардың бірі болған. Ол жастайынан ауыл молдасынан сауат ашып, кейін Омбыдағы орыс мектебінде білімін жалғастырады. Қала өнерпаздарымен араласып, домбыра, сырнаймен қатар скрипка тартуды меңгерген екен. Өкінішке орай бұл жылы... Омбыға барды дегенді айтпадың ғой сен? Бұл енді жалпы мағлұмат қой. Бұл жердегі сұрақ қай музыкалық аспапты меңгерген? Дұрыс емес жауап берді. Есеп әзірше тең. Енді кезек өздеріңізде. Көріңіз сізге. Жоқ, сіз айтыңыз. Өнер өлкесімен таңдадым. Спорт саңлақтары көрейік. Спорт саңлақтары. Тамаша. Ендеше сұрақ. Қазақтың даңқты балуаны Жақсылық Үшкемпіров күрестің қай түрінен олимпиада чемпионы атанған? Бірінші нұсқа еркін күрес, екінші нұсқа грек-рим күресі, үшінші самбо күресі. Бұл сұраққа Жауап дайын ба? кинорежиссер, әрі спортты жанында сүйетін. Сөз беруден жебелегесіз. Асаба мұның. Сен қалас жауап бер. Тос бергенге рахмет тақы. Екінші нұсқа грек-рим Грек-рим күресі. деп ойлап. Қабыл алдым. Жауап тыңдайық. 1980 жылы Мәскеу қаласында жазғы Олимпиада ойындары өтті. Байрақты бәсекеге қазақ балуаны Жақсылық Үшкемпіров те қатысты. Ол грек-рим күресінен 48 келіде қарсылас шақ келтірмей Олимпиада чемпионға атанған екен. Тамаша, 20 ұпай, сіздерге марапат. Бір бере салыстырып. Ұстап қойсаңыз қарсыластарыңызды. Тұтаймыз. Сонымен таңдалмаған 3 яшық бар: Тәуелсіз Қазақстан, тарих тағылымы және рухани жаңғыру. Спорт саңлақтарын тағы бір таңдасақ болады ма? Бір яшықта бір ғана сұрақ. Сен таңдашы Жансерік. Шахмат Ең бар ол таңдап деп айтқанға жақсы. Еліміз тәуелсіз ғой, тәуелсіз Қазақстан. Түсіндім. Ендеше сұрақ. Қазақстан 2010 жылы халықаралық қай беделді ұйымға төрағалық етті? Бірінші, Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Екінші, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы. Үшінші, дүниежүзілік сауда ұйымы. 2010 жылы халықаралық қандай беделді ұйымға төрағалық еттік? Жаңа грек-рим сияқты сұрақтар жоқ. Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы, және дүниежүзілік сауда ұйымы. Шанхай. Сонымен, Бұл жерде дүниежүзілік сауда ұйымын міндетті түрде алып тастаймыз. Себебі 2016-да оған алғышарттар жасалып, сол бойынша ұйымға мүше болғанбыз 2016-да. Ол автоматты түрде кетеді. Енді Шанхай Болғанбыз болғанда. Сен де болғасың ба ұйымда? Мен болмағам. ұйымда Қазақстан мүше болды. сонымен жауаптарыңыз. Қай нұсқаны таңдадыңыздар? Жалпы 2010-да сәл дүрбелең кез еді біз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы. Сол кезде Қазақстан. Суда болды деп ойлайсың ба? Сол ұйымның мүшелігіне төрағалық Яғни еткен болады. Екінші. таңдаймыз қай нұсқа? Екінші нұсқа. Екінші нұсқа. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы, иә? Жауапты тыңдайық. Қазақстан кеңістік және түркі тілдес елдер асынан алғаш болып халықаралық беделді ұйымға төрағалық етті. Ол Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы. Тамаша. 20 ұпай. Жарайсыздар. Есеп тағы теңесті 40-та 40 ұпай. Ал қалып тұрған 2 ұяшық тарих тағылымы және рухани жаңғыру. Тарих тағылымы. Тарих тағылымы. Тамаша. Сұрақ. 1918 жылы Әліби Жангелдиннің экспедициясы көмек көрсеткен майдан. Бірінші Жетісу майданы, екінші Ақтөбе майданы, үшінші Түркістан майданы. Түркістан ба деп отырмын. Сонымен Жетісу майданында болуы мүмкін. 1918 жылы Әліби Жангелдиннің экспедициясы көмек көрсеткен майдан. Майданның көбісі 18-де Торғай жақта болды.
Жетісу, Ақтөбе, Түркістан. Сонымен жауаптарыңыз Жоқ, Түркістанды көре береміз. қандай? Қажеке өзіңіз жауап беріңіз. Сол жылдары өзі үлкен майданның бір Түркістан майдан болуы. Демек, үшінші нұсқаны Түркістан таңдаңыз. деп қабылдайды. Жауап дұрыс емес. Ақтөбе майданы екен. Өкінішке орай. Браво! Есеп әлі де тең ме дейді. Қазір сіздерге де солай шапалақ Ал аламыз. енді соңғы қалған сұрақ рухани жаңғыру. Ұяшық. Елбасының рухани жаңғыру мақаласында айтылған туған жерге тағзым жобасы аясында кәсіпкер Аралбай Дүйсенбайұлы туған жері Шәуілдір ауылына демалыс кешенін салдырды. Кешеннің алдында қандай ерекше нысан бой көтерді дейді. Бірінші, киіз үй тектес мейрамхана. Екінші, түйенің ескерткіштері, Эйфель мұнарасы. Демалыс орнында ма? Елбасының Туған жерге рухани тағзым жобасы аясында кәсіпкер Шәуілдірде, иә? Шәуілдірде. Доса қоңыр шалуға бола ма Шәуілдірге бір жыл? Жоқ. Болмайды. Өкінішке орай. Кешенің алдында қандай ерекше нысан бой көтерді дейді. Шәуілдірдің қай жерінде болуы мүмкін? Ана Арыстан баб жақта болатын болса, Жоқ, ол жерде Эйфель мұнарасы жоқ. Арыстан баб жағында ма? Ол жерде түйе болуы мүмкін. Енді киіз үй ол жерде міндетті түрде болмайтын сияқты. Себебі киіз үй белгілі ғой, қай көлемде саса да. Сонымен Түйе или Эйфель мұнарасы. Енді Эйфель, мен бір 2-3 жыл ма болып бармаған ма, бірақ Эйфель мұнарасын көрген жоқпын, одан кейін салынбаса. бұл енді 2017 жылы шыққан сәуірде болған жолдау ғой. Соны айтып тұрмын ғой. Бір жылда. жақсы. жылда көтере Жауаптарыңыз. Мүмкін Қазақстанға ерекшелік керек болған шығар. Сөйтіп, Киіз үй, Эйфель түйенің таңдаймыз ба? ескерткіші, Эйфель мұнарасы. Жауаптарыңыз. Уақыттарыңыз бітті, ойлануға. Нені таңдайықшы онда? Өзің айтшы. Қайсысын таңдаймыз? Иә? Мүмкін енді аз уақыттың ішінде сондай мүмкіндік болып Эйфельді салды деген ойдамын мен. Демек, үшінші нұсқаны таңдаңыздар ғой. Иә, браво дейін деп тұр қазір бізге. Эйфель мұнарасы. Тамаша, жауапты тыңдайық. Ендеше. Туған жерге тағзым жобасы аясында Шәуілдір ауылының тумасы, аудандық мәслихат депутаты әрі жеке кәсіпкер Аралбай Дүйсенбайұлы өз қаражатына керемет атты демалыс кешенін салдырды. Кешен қақпасының алдында биіктігі 15 метр болатын әйгілі Эйфель мұнарасын салған екен. Тамаша, 20 ұпай. Жалпы 60 ұпай. Браво деп айту керек. Сонымен құрметті телегөрермендер, бірінші кезеңнің нәтижесінде әзірше көш бастап тұрған Мәди мен Жансеріктің тобы. Неменеге әзірше? Екінші кезеңге көшеміз. Адам бойындағы жүйке тамырларының ұзындығы шамамен 75 шақырымға дейін жетеді екен. Ал адам баласының терісі өмір бойына 1000 рет ауысады. Адамның көзі 100 000 түсті ажырата алады екен. Міне осындай қызықтар бар. Яғни осындай ұлы қасиеттерге ие біздің қатысушыларымыз келесі кім зерек деп аталатын кезеңнен қалай өтеді екен, біз қазір оны көріп тұрмыз. Кім зерек? Ережесін атап өтейін. Бұл кезеңде сайыскерлердің кино әлеміндегі білімдері сарапқа салынады. Фильмдер тақырыбына қарай 4 ұяшыққа бөлінген. Әрбір ұяшықта танымал фильмдердің кез келген жерінен 30 секунд үзінді көрсетіледі. Сайыскерлер мұқият қарап отырып, сол фильмнің атауын табуға жет. Әрбір дұрыс жауапқа 30 ұпайдан беріледі. Кім бастайды? Сіздер бастайсыздар. Жақсы. Ұяшықтарды атап өтетін болсам, Серік, Қажымұқан, ретро фильмдер, тәуелсіз Қазақстан фильмдері, Ресей фильмдері, әлем фильмдері. Ұяшық атаулар өзгерген жоқ, сіздерге таныс. Соны таңдаулары... Тағы сөз беріп жіберейін. Беріп жіберіңіз, жарайды. Қазақ киносынан бастай берейік өзіміздің. Тәуелсіз Қазақстан. Ендеше екінші ұяшық тәуелсіз Қазақстан фильмдері. Экранға назар аударыңыздар. Ташлық жасаған үшін оған ешқандай аяушылық жоқ. Іске өзің аралас. Қарақшы немені тірідей ұстап бер, немесе басын әкел. Ойланайын. Бұл оңай шаруа емес. Бот.
Сән бот. Ойлан, Рақымжан. Әбден ойлан. Ай, не ғой мынау? Жау жүрек мың бала. Режиссер. Ақан Сатаев. Сіз енді өзіңіз осы саланың пайдалануы болғаннан кейін ешқандай қиындық туғызбады, иә? Бұл 2012 жылы түсірілген режиссер Ақан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» фильмі екен, расында да. Тоқтаймыз, 30 ұпай. Қоржындарыңызда, олай болса Мәди, Жансерік, қалған 3 ұяшықтың қайсысын таңдайсыздар? Ретро фильмдер, Ресей фильмдері, әлем фильмдері. Әлем фильмдерін көрейікші. Әлем фильмдері, 4-ші ұяшық. Экранға назар аударыңыздар. 52 ночи. Какого черта? Что за напасть? Какого черта? Что же это? Менің ойымша бұл не сияқты? Жансерік. Не сияқты? Человек-паук десең, Терминатор сияқты бұл. Аха, сонымен жауаптарыңыз? Сосын мен Терминатор дейсіз ба? Қабылдайын ба? келесі түрде терминатор деп отырық. Жақсы. 1984 жылы түсірілген режиссер Джеймс Кэмеронның «Терминатор» фильмі. Тамаша, 30 ұпай. Найзағайды көрсетпеу керек еді. Найзағайды я Қор, мына негізді шегіп отыра береді. Бізге қиын жерді нұсқа бар ма? Ретроны көре берейік. Ретро фильмдер мен Ресей фильмдері. Ретро фильмдер. Бірінші ұяшық. Вы напали на человека, не нравится, не берите, вот что я вам скажу. А вы возьмите. А что это запах такой, а? Это дыня чужуйская. Ой, замечательно, 15 рублей. 200, пожалуйста. А насчет хари я вам так скажу, надо почаще на себя смотреть в зеркало, верно? Ну, наглая, а? В магазине тебя оскорбляют. Придешь на рынок отдохнуть, и тут то же самое. У товарища дыни тоже хорошие, но они горькие. А ты пробовала? А чем не пробовать? Я этот сорт хорошо знаю. Ты что, внутри что ли была? Я знаю хорошо этот Я сорт. тебе сейчас нарез дам. Нарез мне не надо, я его знаю насквозь. Попробуй. Я их тут сейчас всех раскину. Иә, сонымен жауаптарыңыз дайын ба? Служебный романда ойнаған кісі ма? Еркек. Айтсаңызшы, любой, тисе терекке, тимесе. Нұсқаларда жоқ, е? Нұсқалары жоқ. Ол кісілер жауап бермесе, бізде мүмкіндік бола ма? Болмайды. Сіздер онсызда алдасыздар ғой. Сонымен? Я жауап берсін, мен ойынан көрмеппін. Ойынан көрмегенде. Менде де Айтатын, тисе терекке, тимесе. жоқ служебный романдағы әйел емес қой. Айтасаңыз соны. Білетін аты соға олайсыз. Сонымен жауап жоқ. Дұрыс жауап мынада екен. Бұл 1982 жылы түсірілген режиссер Эльдар Рязановтың «Вокзал для двоих» фильмі. Өкінішке орай, жауабыңыз дұрыс таба алмадыңыздар. Соңғы ұяшық Ресей фильмдері. Экранға зер салыңыздар. А я с Ершовки, Лёва! Только не бзди, только не бзди. Подожди, я улетаю. Ты улетишь, смотри. Вот, держи, амулет, держи, говорю. 4 сверхсрока, 28 боевых, ничего, носи. Только не снимай, ты понял меня? Сёма, только носи, не снимай. Мына енді бәрі білетін шығар деп ойлаймын бұл киноны. Мен бұл киноны бір 775 рет көрдім ау деймін. Сосын основаны реальных событиях деп жазады ғой, жаңағы бір ротаға арнап жазған ғой. Негізі бұның киноның түсірілу несін оқыдым да. Жаңағы бұлардың нені высота наша деп таласатын жерлер бар ғой, болмайтын жерге таласады ғой. Сонда мысалы бір гектар шығар барса деймін да. Сол жерде негізі сондай шайқас болған екен.
сол жерде Усама бен Ладен да болған екен. Сол Усама бен Ладен несі болған екен сол жерде. Стратегиялық маңыздылығы бар нысан болғандықтан сондай күрес болған. Сонымен кино фильмнің атауы Білмейміз десең. «Девятая рота». Бұл 2005 жылы түсірілген Федор Бондарчуктың «Девятая рота». Мінекей, құрметті телегөрмендер, өздеріңіз куә болғандай, екінші кезең нәтижесі бойынша ұпай саны 120, Мәди мен Жансерік топтарыңыз алда келе жатыр. Сіздер өкінішке орай әлі 70%-бен ғана шектеліп қалып отырсыздар. Ештен кетпейді, бізде әлі алда үшінші кезең бар. Адам ағзасында дәм сезетін 2000-нан астам жасушалар болады екен. 60 жасқа толған адам сол дәм сезетін жасушалардың тең жартысынан айырылады. Ал адамның миының сыйымдылығы 4 терабайтқа тең келеді екен. Міне қызық, ендеше біз сайысымыздың соңғы үшінші кезеңіне өтеміз. Үшінші кезең бізде кім тапқыр деп аталады. Олай болса, Серік, Мәди топ басшылары кім бастайды? Бұл жол бұл жақ бастасын. Осы жақ, Мәди, қалай ойлайсыз? Ортаға келіңіз. Бастаса бастай береді. Мақалды таңдаңыз. Сосын тек өзіңіз және маған көрсетесіз. Өзіңізді сақтап аласыз. Қаламыңызды алыңыз, сізде 1 минут қана уақытыңыз бар. Сурет салуға да келмейді ғой? Болады, барлығын жеткізуге болады, қаламның күшімен. Болмасам қойыңыз. 1 минут уақыт кетті. Адам. Жоқ, сөйлеуге болмайды. Сізге ың-жың ғана, тек мимиканы ғана қолдануға болады. Ара-арасында. Қанат. Келесі сурет сала өтейін. Мынау негізі. Примерно кене адам шаңғы. Қайтып көрсетейін ба? Анау жағын ортасынан қалай түсін? Болады ғой бәрін жеткізуге. Сәл тырыссаңыз ғана болғаны. Мәди. Шектелген жері бар ма? Қай жерден шектеледі? Киім примерно. Мынау былай ғой. Бер қарап тұрған қошқар. Киім анау типа не істеп жатыр астынан типа былай өртеніп жатқан сияқты ғой. Мынау мотель бар еді ғой. Уақыт бітті. Бүргеге ренжіп, тоныңды өртеме, сол. Тамаша. Көрдіңіз ба? Қалай салуға болады дейсіз ба? Қай жерден түсіндіңіз ол? Бүрге туралы айтып жатқандығы туралы? Жалпы мен адам деп ойладым бірінші. Адам. Мұны бит қой, мынау көрдіңіз ба? Мен бұны Жоқ, бит қалай саламыз оның? Енді салып бердіңіз ғой мында, мына бит. Анау бит та емес қой, өлбелі ғана негізі. Ол негізі мынаның тон екенін мен бірақ қай жерден қарап түсінуге болатынын түсінбедім. Мынау тонның түймелері ме? Қазақтың ескі тонын салды ғой мен. Тамаша, дұрыс жауап айттыңыз. Елі ұпай. Серік мырза, ортаға келуіңіз сұраймын. Таңдаңыз. Ортасында таңдайық. 1 минут уақыт басталды. Кет. Сурет зар салатын кішкентай ғой. Кіші көп адам. Білекті. Андай, еще. Человек-паук салады. Қанат. Адамның қанаты күште. Білімде. Ой, санада. Адамның қатын мұрт бір көресің. Иә. Секен алмас болатын әдеті бар. Бізде көресілеш. Қанатты адам. Ат ердің қанаты. Тамаша.
Уақыттың бүтін 1 секунд қалған кезде тура таптыңыз, 50 ұпай. Жарайсыз. Мынау. Қанат қолында. Бірақ ана күшінің ыңғайсыз жерден шыққанын айтамын. Енді спортсмен жігіт болды. Мына аттың мына жерде. Жоқ, кейін алдан қарай. Кіші қолтығына шығып кеткен. Тамаша. Жансерік, ортаға келіңіз. Таңдаңыз. Қараңыз. Тапсы кетті ол. Түсіндіңіз бе? Ешкім сыбырламаса отыратын шығармыз. Ал, 1 минут уақытыңыз басталды. Қазан. Ит. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді. Тамаша. Оңай, жаңа әрі жеңіл. Тек қана... Біздікі оңай бола береді. Жоқ, мен айтқым келгені мақалдың оңайлығы емес. Оңай тез жеткізіп салды деймін сізге. Сіз бірден түсініп алдыңыз. Мынадан білуге болады. Қақпақтың кеткеніне. Содан білдім. Содан түсінікті болды. Тамаша, шапалақтап қойыңыздар. Қажымұқан мырза, келіңіз ортаға. Соңғы мақал. Қиын тұсты. Көп оқыдың. Бірақ өте жиі кездесетін. Иә. Мәтел. Мынау неге түсті? Бағанада кішкентай совет сурет. Ой. Адам. Примерно түсіндім ау мен. Қойшы көп болса ара сол ма? Қойшы көп болса қой арам өледі деген. Шапалақтап қойыңыздар. Мінекей құрметті телегөрмендер, бүгінгі додамыздың 3 кезеңінің нәтижесінде 170 ұпай алған сіздер Серік пен Қажымұқан ұтылып қалдыңыздар. Ал оқ бой оза шығып Мәди мен Жансерік 220 ұпай жинап, ақтық мәреге финалға жолдамалдыңыздар. Ал біз осымен тапқыр болсаң озып көр интеллектуалды шоу бағдарламасының бүгінгі санын аяқтаймыз. Еліміздің өнерлі де зияткер жастары көп болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.